империясындағы ең қарапайым күн болды. Қала тұрғындары күнделікті істерімен айналысты. Кезекші күзетшілер айналма жолмен жүрді. Адамдарға қарап, рыцарьлардың бірі, бұл жерде тым тыныш емес пе, деп сұрады. Жасы 40-тан асқан ер адам байсалды жүзімен сабыр ет. Реттеушілер қашан қайтадан әрекет ете бастайтынын ешкім білмейді. Олар қарапайым ауыл тұрғындары. Тағы қандай революция, қарғыс атсын, оларды құртып жіберер еді. Жас бала күлімсіреп, соңғы кездері бәрі тыныш екенін айтты. Күзетші бұл революционерлер өздерінің кішігірім көтерілістерінің мағынасыз екенін түсінген шығар деп ойлады. Ағай жолдасымен келісіп, былай деп жауап берді. Бәлкім, император рыцарьлары олармен айналысқан шығар. Бұдан былай бәрі осылай қалады деп үміттенемін. Бұл кезде патшалықтың бір жерінде бір сұмдық дайындалып жатқан еді. Шамдармен жарықтандырылған қараңғы бөлмеде үстелдің айналасына бір топ рыцарьлар жиналды. Бетінде тыртық бар адам үстелге жоспары бар картаны қойып, былай деді: бүгін түнде біз императорды өлтіріп, империяны құртамыз. Бұл патшалықты қалпына келтірудің жалғыз жолы. Бірақ сіздің ең маңызды міндетіңіз Логан Маклейн. Сіз құпия қолжазбаны кез келген жағдайда қорғауға міндеттісіз. Қызыл шашты жігіт бұл туралы білетінін хабарлады. Жиналыс біткен соң, Логан бөлмеден шығып кетті де, кенет кішкентай баланың оның артынан келе жатқанын байқады. Жас жігіт тәжірибелі рыцарға жүгіріп барып, жүзіне күлімсіреп: сен, әрине, әлі патриотсың, ал мен құпия қолжазба туралы айтып отырмын, деп айқайлады. Көптеген адамдар оны империядан алу және қорғау үшін өздерін құрбан етті. Қолжазба сіздің жауапкершілігіңізде болғандықтан, бұл империя әскері бірінші кезекте сізді нысанаға алатынын білдіреді. Сіз өз міндетіңізді орындау үшін тәуекелге баруыңыз керек. Қабағын түйіп, жауынгер жас жігіттің өз еркімен келіскендей сөйлейтінін айтты. Бала, мен сенің ежелгі тілді еркін меңгеруің маңызды екенін түсінемін, деді. Бірақ сен тіпті шағымданған жоқсың. Бұл патриотизмнің көрсеткіші. Эмоциясын жасырмай, Логан қатты ашуланып айқайлады: өз сөзіңмен сен басқа жолдастарымызды жанама түрде қорлайсың. Бұл патриотизм туралы емес, бірге болу туралы. Кенет ер адам өзінің өткенін есіне алды. Оның түкке тұрғысыз адам екенін. Бірде ол өзінен бірнеше жас кіші інісіне жаттығу қылыштарымен шайқаста жеңіліп қалды. Мұны көрген рыцарьлар қатты таң қалды. Өйткені Рони осыдан 3 жыл бұрын әлемді қолына алған болатын. Ал Логан рыцарь болу үшін 10 жыл бойы өнермен көп айналысқан. Адамдардың пікірлері екі түрлі болды. Бірі жас Ронянды данышпан деп есептесе, екіншісі Логан мырзаның әлсіз екенін және Маклейн отбасының болашағы бұлыңғыр екенін анық түсінді. Қызғаныштан үлкен ұлы кенжесін умен улады. Ағасы, патша Логанның мұны қалай істей алатынын түсінбеді. Ол үлкен ұлын қасына шақырып алып, сал ауруына шалдыққан у, сен өз ағаңды уладың деп айқайлай бастады. Логан есінен танып қалды. Егер ол сауығып кетпесе, бұл жерден кет. Сен енді менің ұлым емессің. Сонда қызыл шашты жігіт өзінің төмендік сезімін қалай есінен танып, ағасына зиянын тигізгенін анық түсінді. Осы күнәсі үшін ол отбасынан қуылды. Міне, ол үйден шыққан кезде кім болды? Логан жалдамалы әскерге кетті. 10 жылдық қажырлы еңбектен кейін ғана оның бұрын қандай қорқынышты адам болғанын түсінді. Бірақ ол кезде кеш болды. Маклейндер отбасы тақтан тайдырылды. Біраз уақыттан кейін Логан көшеде келе жатып, қарапайым шапанының астына тығылды. Кенет ол екі қыздың алаңда өтетін бүгінгі қоғамдық дарға асуды талқылап жатқан кездегі әңгімесін құлағының ұшымен естіді. Ал тұтқынның аты Маклейн. Ронион Маклейн. Ол империяға қарсы майданда соғысқан аура қолданушысы деп айтылады. Жас келіншек. Корольдік отбасы мүшелері қашып кетті. Кім қайда? Солай емес пе? Деп сұрады. Құрбысы одан бас тартқанын айтты. Мұны естіген Логан үрейленіп алаңға қарай жүгірді. Ағасының алдындағы ұят сезімі оны мазалады. Қызыл шашты жігіт інісіне бірдеңе айтқысы келді. Сондықтан ол жас жігіттің аман қалатынына шын жүректен сенгісі келді. Бірақ Логан алаңға жүгіріп келгенде өлім жазасына кесілгенін көрді. Ронянның кесілген басын қолына ұстаған жазалаушы оны жоғары көтеріп, қараңдар, деп айқайлады. Империяға қарсы шығуға батылы барған ақымақ осындай ақыр заманға тап болды. Қала тұрғындары қуаныштан айқайлай бастады. Ура! Сол сәтте әлем батырдың көз алдында күйреді. Ол көз жасын тия алмады. Өлім жазасына кесілгеннен кейін Логан империядан отбасын өлтіргені үшін және одан кешірім сұрау мүмкіндігін алып тастағаны үшін кек алуға уәде берді. Ал бірнеше сағаттан кейін рыцарьлар көтеріліске шықты. Логан қандайды бір себептермен сарайға жасырынып кірді. Бірақ оны күзетшілер тез тауып алды. Әрбір рыцарь Логанның құпия қолжазбасы бар екенін білді. Батыр өзінің бүкіл отрядты жеңе алмайтынын түсініп, шегінуге кірісті. Қызыл шашты адам дәліз бойымен жүгіріп келе жатқанда, кенет оның абайсызда тығырыққа тірелгенін байқады. Одан шығудың жолы болмады. Не сен? Логан қылышын суырып алып, шайқасқа дайындала бастады. Ал күзетшілердің бірі оған шабуыл жасады. Бірақ батыр оның соққысын шебер жауып, бірден тамағын кесіп тастады. Ал қалған күзетшілер көргендерінен одан бетер ашуланып, қызыл шашты адамға қатты ашуланды. Логан рыцарьлармен қарым-қатынас жасай отырып, өзіне мүмкіндігінше көп империялық гектерді өлтіруді мақсат етіп қойды. Бірақ кенеттен кейіпкер қосымша күштердің жүгіріп келе жатқанын көрді. Ер адамды жан жағынан қоршап алды. Ал рыцарьлар
рыцарлардың бірі ашуланып айқайлады: империяның қазынасын ұрлауға қалай дәтің бар? Бас тарт. Мен қолжазбаны маған бер. Жан-жағына қарасам, кейіпкер, мен бұл жерде оның басқа амалы жоқ екенін түсініп, құрып кетуім керек, деп таң қалды. Логан үмітсіздіктен қалтасынан кішкентай көк шарды алып шықты. Содан кейін ол оны өте ашулы күлімсіреп сындырып алып, бірге өлейік, деп айқайлады. Кенеттен бүкіл мұнара жарылып кетті. Онда болғандардың бәрі қайтыс болды. Ал кейіпкердің қараңғылыққа батып, басқа әлемге кететін уақыты келді. Логан бұл туралы ойлады. Менің өмірім өкінішке толы болды. Мен кек алу үшін өмір сүрдім. Ең болмағанда, мені қуантатыны, мен империялық гектерді өшіре алдым. Бірақ мен ең үлкен өкінішімнен өлгеннен кейін де құтыла алмаймын. Мен кешірім сұрауым керек еді. Бақытымызға орай, егер мен отбасыммен ақыретте кездесе алсам, мен бәрінен кешірім сұрай аламын. Кенеттен қараңғыда жарық қалай көріне бастады. Кенеттен логотип басталды. Ауырсынудан бетін қайырып, бала басының артқы жағын тырнап алды да, ой, басы жарылып жатыр деп ойлады. Егер мен өлсем, бұл қалай мүмкін? Кенет батыр жас жігітке жақындап келіп: жас қожайын, жақсысың ба? Қызыл шашты бала өз көзіне өзі сенбеді. Ол қатты таңырқаған жүзімен: сен Риксің бе? Деп сұрады. Шатан, дұрыс, деп жауап берді. Рик, сенің басты қызметшің. Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Жас қожайын мұндай жағдайдың қалай болатынын түсінбеді. Өйткені Рик 30 жыл бұрын қайтыс болды. Жігіттің саусағын қағып, Логан оның неге тірі екенін білгісі келді. Валет бұл сұраққа таң қалды. Ол кейіпкерлердің басынан қатты жарақат алған сияқты деп ойлады. Бас қызметші дәрігерді шақырып жатқанда, қызыл шашты жігіттер бала терезеге қарап ойланып қалды. Барлық жерде менің үйімнің эмблемасы бар. Мен бұл туралы армандаймын ба? Әлде не? Кенет бөлмеге Ронин кіріп келді. Жас қожайын бұл дауысты бірден таныды. Бала толқуына қарамастан әрі қарай жүрді. Ол үшін үлкен ағасының жағдайы жақсы ма, жоқ па, соны білу маңызды болды. Логан таңдана ойланып қалды. Сол сәт есімде. Бұл біздің алғашқы жекпе-жегімізден кейін болды. Мен ағамнан жеңіліп қалдым. Ол маған қонаққа келгенде, мен оған жастығымды лақтырып, оны жай ғана қожайынның ұрпағы деп қуып жібердім. Барлық қорлыққа қарамастан, Ронион менің артымнан еруге дағдыланған. Бірақ сол күннен кейін ол келуді тоқтатты. Күтпеген жерден Логанның басы қайтадан ауырды. Рик балаға жақындап, қожайынға демалу керек екенін айтты. Сондықтан Слога інісінен өзіне оралуын өтінді. Қызыл шашты бала бұл сәтті жіберіп алмайтынын түсінді. Сондықтан ол Валетке бәрі жақсы екенін айтты. Осыдан кейін Логан күлімсіреп: Рониан, кел. Бала өте сенімсіз жақындады, және ол бірден үлкен ағасынан кешірім сұрай бастады. Оған абай болу керек екенін ескертті. Батыр төсектен тұрып: бәрі шынымен жақсы, деп айқайлады. Кешірім сұрама, сен қателескен жоқсың. Мен кешірім сұрауым керек. Күтпеген жерден Логанның басы қайтадан ауырды. Жас жігіт тамыр жайып, ағасына тағы да демалуға кеңес берді. Осы кезде жас қожайын Ронинге қатты мұңайып қарап: міне, осындай мейірімді жігіттің өмірі алынып тасталды, деп ойлады. Ол патшалықтың бұйрығымен майдан шебінде соғысып, қаза тапты. Эмоциясын жасырмай, көзіне жас алған қызыл шашты жігіт баланың иығына қолын қойып: кешіріңіз, мен өте кінәлімін. Осыдан кейін батыр ағасын құшақтап алды. Жылай бастады. Малец Логанның неге жылап жатқанын түсінбеді, бірақ бұл маңызды емес еді. Кішкентай баланың да сезімдері болды. Сондықтан Рони де жылай бастады. Біраз уақыттан кейін, ағайындылар араласқаннан кейін, жас жігіт жүзіне шынайы күлімсіреп, ағасына қайта барамын деп уәде берді. Логан қолын бұлғап: жарайды, барып демал, деп жауап берді. Содан кейін қызыл шашты бала өте байсалды жүзімен терезеге қайта қарап: егер бұл арман болмаса, мен шынымен де өткенге оралдым, деп ойлады. Сондықтан бәрін өзгерту керек. Кенет бөлмеге қызметші қыз кіріп келді. Ол бірден еңкейіп, жас қожайыннан кешірім сұрай бастады. Батыр қыздың не үшін кешірім сұрап жатқанын түсінбеді. Рик бұған қалай араласты? Қызға жүгіріп келіп, ол толқып тұрған дауыспен: ештеңе емес, Мария сенің демалуыңа кедергі болды. Өйткені мен оған ескертуді ұмытып кеттім, деді. Ол бөлмелерді шатастырып алған сияқты. Кешіріңіз, жас мырза. Сол кезде Логан ұялғаннан қолын бетіне сүйіп жіберді. Өйткені ол қызметшілермен де жақсы қарым-қатынаста болмағанын есіне алды. Бұрылып қараса, Логан: бәрі жақсы, деді. Ол ешқандай жамандық жасаған жоқ. Рик, маған бірінші қағазды әкел. Кенет бас қызметші шошып кетті де: кешіріңіз, не істейсіз? Деп айқайлады. Мари, қалам мен қағазбен. Жас қожайын эмоциясын әрең ұстай отырып, қызметшіден оны жай ғана алып кетуін және сұрағанын әкелуін өтінді. 1-2 минуттан кейін Рик өзіне қажеттінің бәрін әкеліп, оны үстелге қалдыратынын айтты. Қызыл шашты бала үстелге отырып: рахмет, бара аласың, деп айқайлады. Маған ешкім келмесін. Қызметші оның құлағына сене алмады, және ол өте таңырқаған жүзімен ішіп алды. Рахмет, сіз маған жаңа ғана алғыс айттыңыз. Сізде бәрі жақсы екеніне сенімдіміз. Менің басым ауырмайды. Лога эмоциясын жасырмай: мен саған айтамын, менде бәрі жақсы, деп айқайлады. Кет. Бас қызметші сабырлы түрде демін шығарып, қызметшісіне бұрылды. Ол маған айқайлады. Бұл оның сау екенін білдіреді. Жұмысқа қайт. Қызыл шашты бала тағы да ұялғаннан бетін қолымен жауып,
ойланып қалды. Біз шыдамды болуымыз керек. Мұның бәрі менің өз әрекеттерімнің салдары. Қазір болашақта не болатынын жазып алу әлдеқайда маңызды. 10 жылдан кейін империяға қарсы соғыс. Менің отбасымды ғана емес, бүкіл халықты жойып жіберетін апат. Менің мақсатым олардың алдын алу. Бірақ біріншіден, 1 жылдан кейін болатын вассалдар соғысы кенеттен басталып, менің отбасымды ішінара жойып жібереді. Содан кейін олар үшін зұлмат кезең басталады. Біз оның алдын алуымыз керек. Және бұл үшін, және біраз уақыттан кейін кейіпкер әкесінің кеңсесіне келді. Қызыл шашты бала иіліп, әке, мен бірінші жас қожайынмын. Мен сені көруге келдім. Осыдан біраз уақыт бұрын Логан қамалдың дәлізімен келе жатқан. Қызметшілер оны көргенде қорқып, шошып кетті. Олардың әрқайсысы басқа жаққа қарап, тезірек қашып кетуге тырысты. Қорқыныштан бір қызметші абайсызда еденге сүлгілерін тастап кеткен. Қыз қорқыныштан тоңып, үрейлене ойлана бастады. Енді қалай болу керек? Неге мені жас қожайынның алдына түсемін деп қорқытты? Осымен бітті. Логан ештеңе болмағандай оның қолын беріп, ол ренжіген жоқ па деп сұрады. Қызметші қызыл шашты жігітке алғысын білдірді. Бірақ оның ессіз күлкісін көргенде, ол одан бетер қорқып кетті. Сондықтан ол қорқыныштан бүкіл дәлізге сендірді. Содан кейін жас келіншек тізе бүгіп, басын төмен түсіріп, ішіп алды. Мен өте кінәлімін, өтінемін, рақым етіңіз. Кейіпкер мұндай реакцияны күтпеген еді. Бірақ оның мінезіндегі күрт өзгеріс оларға оғаш болып көрінетінін бірден түсінді. Оларға үйрену үшін біраз уақыт қажет. Логан тек күте алады және оның басқаша болғанын көрсете алады. Ол оның қорқынышты күлкісіне байланысты бұлай әрекет ете алмады. Немесе мүмкін, сәл кейінірек қызметші қожайынына бірінші жас қожайынның оны қарсы алуға келгенін хабарлады. Сол кезде қызыл шашты бала әкесінің "Сен енді менің ұлым емессің" деген соңғы сөзін есіне алды. Өткен өмірінде жас қожайын әкесін қуып жібергеннен кейін көп жылдар бойы оған ренжіп, оны ұлына деген үмітін үзген салқын қанды адам деп есептеген. Өз баласын аяусыз қуып жіберді. Тіпті ресми жекпе-жекте алған жарақатынан есінен танып қалғаннан кейін қонаққа да келмеді. Сол кезде Логан өзінің қаншалықты ақымақ екенін түсініп, ол туралы бұрын осылай ойлаған. Өз ұлын қуып жіберу кез келген ата-ананың жүрегін жаралайтын еді. Өйткені жас қожайын кабинетке кірді. Ол күлімсіреп, "Әке, сәлем, бұл менмін, Логан." Ер адам бұрылғанда кейіпкер толқудан дірілдей бастады. Оның көзіне жас жинала бастады. Ол бәрінің осылай болғанына қатты өкінді. Бірақ Логан эмоциясын ұстады. "Патша, сен мен күткеннен де жақсы көрінесің", деді. "Ендеше сен неге келдің?" Жас қожайын мұны күтті. Бірақ ол шынымен де өзін аулақ ұстайды. Бірақ кейіпкер үшін 20-шы жыл өтті. Ол оның жүзін күнде көретін. Өз ойларын жинақтай отырып, Логан отбасылық зираттың жанында оңаша жаттығуға рұқсат сұрағысы келгендіктен келгенін айтты. Осы кезде қызыл шашты бала аймақтық соғыста жеңіске жету үшін не қажет екенін ойлап қалды. Жауап қарапайым. Аумақтың барлық күштерін жетілдіру, рыцарлар мен күзетшілерді күштірек ету, жаңа қаруларды нығайту және жасау, және осының бәрін жүзеге асыру үшін басқа да көптеген сәттер. Маған ақша керек. Бірақ Аристия Майклиндер кедейлердің отбасы ретінде танымал. Бізде ақша жоқ. Дегенмен, оларды тез арада табудың бір жолы бар. 3 айдан кейін болатын оқиғаның арқасында мен үй шаруашылығының жылдық бюджетінің сомасын ала аламын. Бірақ бұл үшін сіз өзіңіздің жауынгерлік дағдыларыңызды шыңдап, дауыс беру құқығына ие болуыңыз керек. Үй иесі, сіз ініңізден ұтылғаныңыз үшін қашқыңыз келе ме деп сұрады. Логан жауап берді. Мүлде емес. Мен қаншалықты артта қалғанымды түсіндім. Кеш болса да қорытынды жасадым. Қабағын түйіп, әлгі кісі жалғыз себеп табандылықтың жоқтығы сияқты деп айқайлады. Менің ойымша, сен әлі есін жиған жоқсың. Батыр әкесі оған оңай сенбейді деп әбден күткен. Сондықтан қызыл шашты бала тағы бір мәселе оның мінез құлқында екенін түсінді. Патрик көзін жұмып, "Мен шаршадым. Сен әрқашан сөйлескеніңді істейсің. Кет." Бірақ кейіпкер бас тартқысы келмеді. Сондықтан ол өте байсалды жүзімен айқайлады. "Осы уақыт ішінде мен өзімнің кемшіліктерімді мойындаудың орнына басқаларға деген ашуымды сейілттім. Сонымен бірге мен керемет ақымақ және сәби болдым. Бұл жаттығу басқалармен қатар өзімді бақылауға алуға көмектеседі. Өтінемін, әке, маған рұқсат беріңізші." Барон бұл жолы батырдың сөздері ойдан шығарылған сылтау сияқты естілмейтінін айтты. Және ол ұлының қанша жаттығуды жоспарлап отырғанын білгісі келді. Логан бұл шамамен 3 айлық екенін айтты. Ер адам сұрады. "Бұл Ранианмен теңестіру үшін жеткілікті деп ойлайсыз?" Қызыл шашты бала оның мақсаты ағасын жеңу емес екенін ескертті. Ол одан барынша пайда алу үшін қысқа мерзім белгілегенін байқады. Барон жымиып күлді. "Сен шынымен аздап өзгердің. Жарайды. Мен рұқсат етемін." Жас қожайын бұл үшін әкесіне алғысын білдірді және қазірдің өзінде үйден кеткісі келеді. Өйткені Патрик оны шақырып алып, "Көктем келді, бірақ жер әлі тым суық. Ұйықтауға болмайды", деді. "Тоңып қалмауға тырыс." Бірнеше күннен кейін Лога ақыры сол жерге келді. Рюкзакты лақтырып жібергеннен кейін
Ол мұнда ең жақын отбасы мүшелеріне ғана рұқсат етіледі. Сондықтан маған ешкім кедергі жасамайды, деп айқайлады. Оның үстіне жеке жаттығуға көп орын бар. Сонымен қатар, мен әлі күнге дейін басқаларға менің жаттығу әдістерімді көруге мүмкіндік бере алмаймын. Құдайдың қылышының құпияларын таптым. Өткен өмірімде мен бұл қолжазбаны империяға жетпеу үшін жаттап алып, өртеп жібердім. Бастапқыда кітаптың мұқабасын алтын сұңқар безендірген. Ал мазмұнында әлемді билеген зұлым айдаһарды жеңген ежелгі дәуір батырларының берген құпиялары сипатталған. Мен оны ешкім оқи алмайтындай етіп, тәуелсіз армияның құпия кодын пайдаланып шифрладым. Мен бәрін қайта жазуға тура келетініне сене алмаймын. Егер кітап өтірік айтпаса, мен онда сипатталғанды меңгергеннен кейін империяның аура шеберлері, тіпті архимагтар енді мен үшін қорқынышты болмайды. Өткен өмірде бұған үлкен жас пен таланттың жоқтығы кедергі болды. Бірақ қазір менің мүмкіндігім бар. Денені өзгертетін өмірлік энергияны күш деп атайды. Бұл Құдайдың қылышының құпияларының негізі. Мен бұл күшті жүрегіме шоғырландырып, өзегімді жасауым керек. Қабілеті орташа адам үшін бұл оңай шаруа емес. Мен өткенді осы кезеңде бұзған болар едім. Бірақ өткенге оралғаннан кейін менде күш-қуатым толық жұмыс істеп тұрғандай сезім пайда болды. Енді 3 күн, бір түн тынымсыз еңбек ету кенеттен жеткілікті болады. Жас қожайын оның өзегі әлдеқашан қалыптасып қалғанын сезді. Ол қатты таңғалды. Өйткені ол дүниеге келген кезде дененің жер сияқты сіңірген өте тығыз энергиясы қайнап жатты. Ұзақ құрғақшылықтан кейінгі жаңбыр. Логан бұған шын жүректен қуанды. Содан кейін ол бірден қылышын алып, жаттығуға кірісті. Жауынгерлік позицияға көтерілгеннен кейін қызыл шашты бала бұл туралы ойлады. Егер құпия қолжазбаның мазмұны дұрыс болса, дәл осы сәтте жас шебер қылышын күрт сермеді. Әткеншектің қатты болғаны сонша, соның салдарынан пайда болған жел тіпті жерде жатқан тастарды да ұшырып жіберді. Жүзі бақытты батыр жылады. Керемет, менің дене бітімім мен сезімім мүлде өзгерді. Олар қылыш ұстауға мәжбүр болды. Неліктен күштің өзегі соншалықты тез пайда болғанын білмей, бірақ осы қарқынмен 3 айдан кейін мен айтарлықтай күшейе түсемін. Керемет. Содан кейін мен жаттығуды жалғастырамын. 3 ай өтті. Бала осы уақыт бойы қатты жаттығады. Таңертең ерте тұрып, қолына қылыш алып, ойланып қалды. Бүгін құпия қолжазбада жазылған 10 қылыш техникасының соңғы жаттығу күні. Кеңістік пен уақытты кесіп өткен соққы бұл кеңістік уақыт кесіндісі. Бір жұлдызды ядросы бар, мен тек техниканы қайталай аламын және мен міндетті түрде табысқа жетемін. Содан кейін кейіпкер зейінін шоғырландырып, энергиясын сыртқа шығарып, онымен денесін жауып тастады. Содан кейін ол жауынгерлік позицияда тұрып, қылышын шоғырланған түрде сермеді. Бұл әдіс толқынды бөлу деп аталады. Шаң басылған кезде жас қожайын бір сәтте ағашты кесіп үлгергенін көрді. Қуаныштан Логан күлді де ойға шомып кетті. Бұл күш менің күткенімнен де асып түседі. Жаңадан бастаушы мұндай техниканы меңгере алмайды. Мен бірінші соққыдан кейін бар күшімді салсам да, жеңімде иіс болғаны жақсы. Мен жаттығу мақсатыма жеттім және нәтижелер туралы әкеме мақтанышпен айта аламын. Бірақ барар алдында жу керек. Біраз уақыттан кейін сарайға қызыл шашты бала келді. Содан кейін ол әкесімен кездесуге барды. Кенеттен оның жолын балықтар жауып тастады. Рицар, қол жүзді жасыл шашты үлкен жігіт, кешіріңіз, бірақ үй иесі сізді көре алмайды, деп айқайлады. Кетуіңізді өтінемін. Жас қожайын Логан неге оны кіргізбейтінін білгісі келді. Мүмкін барон сәлем айтпайтын шығар. Рицар отбасы заңында тіпті түзу сызықтағы туыстары да алдын ала ескертусіз үй иесімен кездесе алмайтынын еске салды. Қызметші бірден жас қожайынға бұл заңның 200 жыл бұрын қабылданғанын хабарлады. Батыр 3 ай бұрын онымен еш қиындықсыз кездескенін байқады. Үлкен кісі, бұл тек күзетшінің өз жұмысын істемегенін білдіреді, деді. Бұл кейіпкерге біртүрлі болып көрінді. Өйткені бұл өткен өмірде болмаған. Кенет жас қожайын әңгімені құлағының ұшынан естіді. Басқа рицарлардың әңгімесі, және олар екінші қабаттағы үйде болды. Қызыл шашты бала оның бойында пайда болған күш оның есту қабілетін күшейтті деп ойлады. Рицарлардың бірі күліп, қарғыс атсын, оған рыцарь түсіп жатыр. Қалай болғанда да, ол әлі де бірінші қожайын. Тағы бір күзетші. Ол інісіне ұтылғаннан кейін қашып кеткен қорқақ, деп қосты. Рыцарь мүлеттің жауап ретінде тіпті жауап қайтара алмайтынын түсінеді. Ал егер бірдеңе дұрыс болмаса, ол бәрін шешеді. Дәл осы сәтте кейіпкер: ой, қараңызшы, мен жаттығу кезінде менің беделім ең төменгі деңгейге дейін төмендеді деп ойлады. Соншалықты төмен, тіпті менің отбасымның рыцарлары да мені мазақ етеді. Жасыл шашты үлкен жігіт өте сыпайы түрде жас мырзадан келесі жолы оған алдын ала рұқсат берілгенде келуін өтінді. Логанның естігені өте жағымсыз болды. Өйткені ол әкесіне өзінің қалай өзгергенін көрсетіп, беделін біртіндеп жақсартуды жоспарлаған. Осыдан кейін қызыл шашты бала рыцардан атын сұрай отырып, қалтасынан бірдеңе шығара бастады. Ер адам батырдың не істеп жатқанын түсінбеді, бірақ сұрамауға бел буып, өзін доминион ретінде көрсетті. Содан кейін жас қожайын қалтасынан қолғабын суырып алып, доминион, демек, сен менің әкеммен кездесуіме кедергі келтіріп отырсың, деп айқайлады. Өзін өзі асырып жіберген отбасы заңына сілтеме жасай отырып, ол сондай ақ өзінің арсыз қылығымен мені қорлады. Мен Логан Маклейнмін. Мен оны әділетсіз қорлағаны үшін шақырдым. Сізді жекпе-жекке шақырамыз. Сер Доминион, біз дуэль өткіземіз.
Осы сәтте батыр бұл қолғаптарды рыцарьдың бетіне лақтырып жіберді. Қатысқан сарбаздар бұған сене алмады. Қызыл шашты бала қулықпен жымиып, неге үндемейсің деп айқайлады. Қорқып кеттің бе? Қорқақты көргенде қорқып, құйрығын қысып алды ма? Өсекте мені кім деп атайды? Менің ойымша, сенің ең жақсы жылдарың артта қалды. Доминионның қатты ашуланғаны сонша, оның бетіндегі тамырлар шығып кетті. Үлкен жігіт бетіндегі қолғапты өте ашулы жүзімен шешіп, жекпе-жекті қабылдап жатқанын айтты. Логан қылышын қолына алып, Доминионға қарама-қарсы тұрғанда, рыцарлар оның шынымен күресетініне сол секундта көз жеткізді. Олардың әрқайсысы жас шебердің жеңілетініне сенімді болды, және бұл тіпті талқыланбайды. Күзетшілердің бірі, мен Рониннің оны қалай өлтіргенін көрдім, деп айқайлады. Осыдан кейін ол көзге түсіп қалмас үшін 3 ай бойы жасырынып жүрді дейді. Бұл қорқақ қанша уақытқа созылады? Мен 50 алтын салдым. Бұл 10 минутқа созылмайды. Тағы бір рыцарь таң қалып, 100 алтын салатынын айтты. Ол 5 минут болды. Ол мұнда шыдай алмайды. Бұл сөздердің бәрін батыр әрине естіген, және оның жеңісіне ешкім сенбейтініне наразы болған. Кенет жасыл шашты үлкен жігіт, сен жайбарақат көрінесің, жас мырза, өтінемін, өзіңе қамқор бол. Қызыл шашты бала ойланып қалды. Оның менімен жекпе-жекке келісуге батылдығы бар еді. Бірақ басқа рыцарлардың алдында жағымсыз сөздер айту. Танктың ішегі қорқақ адам. Осы кезде Рик қызметшілермен бірге шетте тұрып, жекпе-жектің басталуын күтіп тұрды. Бас қызметші қорқыныштан шошып, нәтижесінде жас қожайын онымен әлі де дуэльге барды. Бізде кабина бар. Оның қызметшісіне назар аудара отырып, кейіпкер Риктің тыныс алуын тоқтатқанын түсінді. Осыдан кейін қарсыластар бір-біріне жақындады, ал күзетшілердің бірі төреші болды. Ол өте сенімсіз түрде жариялады. Логан, Маклейн және Сер Доминион арасындағы ресми жекпе-жек басталады. Қауіпсіздік мақсатында ұрыс ағаш қылыштармен жүргізілетін болады. Осы сәтте рыцарь кідірісті күтіп, жас шеберге шиеленіспен қарап, ойланып қалды. Мен шынымен де жалғастыруым керек. Жас шебер өте қыңыр. Менің басқа амалым жоқ. Оларға қазірдің өзінде ағаш қару берілді. Бірақ рыцарлар негізінен күшті пайдаланады. Сондықтан олар тіпті адамды өлтіруге қабілетті. Мұнда не болса да, бұл менің жауапкершілігім емес. Бірақ Сер Доминион, Құдай разылығы үшін, онымен оңайырақ. Содан кейін жас жігіт қолын жоғары көтеріп, оны бірден бұлғады, бірақ бұл туралы шайқастың басында жариялады. Жауынгерлер сол секундта артқа секіріп, жауынгерлік позицияларға көтерілді. Ұрысқа қарап тұрған сарбаздар жасыл шашты үлкен жігіттің күш қолданатынына таң қалды. Ал олардың бірі күлімсіреп, қарапайым адамға қарсы ол шынымен де барын салады, деп айқайлады. Ер адам шиеленісіп кетті. Біреу оны сен деп ойлады. Ал егер жас қожайын соққыға жығылса, судья толқу арқылы Сер Доминионнан жұмсақ болуын өтінді. Рыцарь аураны қалай шығарғанын көргеннен кейін Логан ойға шомып кетті. Бірақ бұл одан жақсы ештеңе білмейтін адамды қорқытуы мүмкін. Бірақ ол күшпен ебедейсіз әрекет етеді. Ол бақылаудың жоқтығынан одан шығады. Жағдайды сәл бәсеңдетуге бел буған қызыл шашты бала қулықпен жымиып, мен сенің взводта екеніңді көріп тұрмын, деді. Бірдеңе сені ренжітті. Осы кезде Сер Доминион ашудан жалындап тұрды. Өйткені әлдебір баланың ең жақсы жылдары артта қалды дегені оған қатты ұнамады. Уақыт өтіп жатыр. Жасөспірімдер дәрежелерін көтеруде. Доминион 40 жыл бойы рыцарлар орденінің ең әлсізі болды және отставкаға кетуді жоспарлады. Ол зейнеткерлікке шығуды күтіп, өз ісімен айналысты. Сондықтан кейіпкер өзінің ең жақсы жылдары артта қалды деп сенді. Жасыл шашты адам соққыға жеткілікті күш жинаған кезде ол жас қожайынға ашуланып жүгірді. Сонымен бірге неге ол сияқты маған батылдық танытуға батылы барды деп ойлады. Мен бәрібір отставкаға кетуге бел будым. Сондықтан мен сені құпия техникамен аяқтаймын. Үлкен жігіт жақындаған сәтте ол қызыл шашты балаға өзінің үлкен үштік өлтіруімен шабуыл жасады. Кенет Доминион қылышын қорғап, ауырсынудан тізесіне құлап түсті. Логан ағаш жүзін төмен түсіріп, сен өзіңді рыцарь дейсің, бірақ бұл сенің максимумың, деді. Көргендерінен бәрі шошып кетті. Күзетшілердің ешқайсысы жас қожайынның шабуылын бақылап үлгермеді. Бірақ бәрі Логанның күш қолдануды білетінін көрді. Осы кезде қызыл шашты бала судьяны шақырып алып, Доминионға екінші мүмкіндік бергісі келетінін хабарлады. Жас жігіт батырмен келісіп, жасыл шашты жігітке жақындап, оның жағдайы жақсы ма деп сұрады. Осы кезде үлкен жігіт дірілдеп тұрған қолына қарап, не болды деп ойлады. Мен бұл баладан әлсізмін. Содан кейін Сер Доминион бұған сенбей, кенет қылышын қолына алып, жас шеберге ескертусіз шабуыл жасады. Батыр ашуланған үлкен жігіттің өзіне тым көп қысым жасап жатқанын көрді. Қызыл шашты бала аураның күшімен нығайтылған кәдімгі өкпемен жасыл шашты адамға әп-сәтте қарсы шабуыл жасады. Сер Доминион бұл соққыны бөгеп үлгерсе де, ол бұл соққыға соншалықты күш түседі деп күтпеген еді. Ол ешқашан армандаған емес. Блок бірден тесіліп, тағы да үлкен жігіттің қолынан қылыш түсіп кетті, және ол өзі жерге құлап түсті. Логан рыцарға жиіркенішпен қарап, мен тіпті екінші мүмкіндік бердім, бірақ оның құйрығын қысатын кез келді деп ойлады. Сер Доминион жеңілгенін мойындайтынын мәлімдеді, бірақ оның сөзін аяқтауға да уақыты болмады. Өйткені жас қожайын оның бетінен қылышын бар күшімен сермеп жіберді. Логан дәл осы сәтте ойға шомып кетті. Мен қожайынына қарсы шығуға тырысқан вассалға жеткілікті мейірімділік таныттым. Енді лайықты бағасын алатын кез келді.
Содан кейін кейіпкер жасыл шашты жігітті ұрып соғып, оған соққыдан кейін соққы бере бастады. Бұл көріністі тамашалаған рыцарьлар мұның қатыгездік екенін түсініп, тіпті кейіпкерді тоқтатуды ойлады. Бірақ оған ешкім батылы бармады. Күзетшілердің бірі таңғалып, бұл біздің жас қожайынымыз екені сөзсіз. Ол 3 айдың ішінде қалай өзгерді? Күшті оятып қана қоймай, қылыш техникасында толығымен қайта жасау керек. Ол бірнеше ондаған жылдар бойы қылышшы болған сияқты. Қызыл шашты бала тоқтаған кезде төреші Логан Маклейннің жеңгенін хабарлады. Ал бірнеше минуттан кейін жас қожайын әкесіне келді. Патрик таңданыспен: бұл керемет болды. Сен оянған сияқтысың. Жаттығу кезінде не болды? Логан әкесінің оны бақылап тұрғанына таңғалды. Батыр былай деп жауап берді: мен өзімшілдіктен арылдым және өткенді тастауға дайынмын. Мен өз ойларыммен жұмыс істей отырып, бір сәтте күш маған тола бастағанын сездім. Бұл керемет болды. Сонымен бірге Логан өткен өмірінде бәрін осылай сезінгенін есіне алды. Отбасынан кек алудан бас тартқаннан кейін ғана ол күшке ие болды. Ол 40-тан кейін әрең оянды. Барон, саған түсіністік келді. Сен шынымен өзгердің, деді. Бірақ түсіністікке қол жеткізгеннен кейін ең бірінші істеген ісің рыцарьға шабуыл жасау болды. Қызыл шашты бала сылтау айтты. Ол бұған лайық деп жауап берді. Сен күзетшілер туралы бүкіл оқиғаны естідің ғой. Солай емес пе? Әлгі кісі наразылықпен айқайлады. Иә, сонда да мен сұраймын. Осы уақытқа дейін бару керек пе еді? Жас қожайын өзінің бар екенін өте батыл айтты. Бұл жауап Патрикті қатты таңғалдырды. Батыр ойланып қалды. Әлгі кісі қожайынының ұлын алдамақ болған. Мені күлкіге қалдыр. Егер мен мұны істемесем, ол біздің үйдегі тәртіпті бұзар еді. Иерархия бұл бүкіл құрылымның жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін тірек. Тепе-теңдік бұзылған кезде ол дірілдеген бойда. Сонымен қатар, жалдамалы әскерлердің 10-шы жылдық өмірінде мен қарулы адамдар тобына келгенде ерік жігердің күрт қажет екенін түсіндім. Оны кесіп тастаңыз. Бүгінгі іс қалған рыцарьларға сабақ болды. Кенеттен барон Доминионның қателескенін айтты. Ол өз міндеттерін ұмытып, Логанды алдауға тырысты. Үй иесі ұлының шектен шығып кеткенін және өзін ұстау керек екенін байқады. Жас қожайын әкесінің оны осылай кешіргеніне таңғалды. Қызыл шашты бала бұлтта қалықтап жүргенде Патрик: не, жазасын алғың келе ме? Деп сұрады. Батыр бірден қолын бұлғап, бұл оған мүлде керек емес екенін айтты. Осыдан кейін барон: мен сенің бұл әрекетіңді дұрыс деп санамаймын, деп айқайлады. Енді олай қателеспе. Менің рұқсатымсыз ондай әрекет жасама. Сен әлі күнге дейін өз дәрежеңді ресми түрде алған жоқсың. Сонымен қатар сіз бірдеңе үйренуіңіз керек. Сіздің келіншегіңіз Рина жақында бізді қонаққа шақырады. Логан бұл ақпаратқа қатты қуанды және өте айлакер жүзімен өзін ойға алды. Ол ақыры келеді. Менің сауын сиырым. Біраз уақыттан кейін қызметшілер сарайға Рина Вулфс ханымның келгенін хабарлады. Ханым ішке кіргенде қызметшілер мен күзетшілер таңдана демалды. Кейбір рыцарьлар жас қожайынға қызғана бастады. Өйткені қыз керемет сұлу еді. Ақ шашты жас келіншектің жүрегіне қолы тиіп: сәлеметсіз бе, лорд Маклейн? Көптен бері бір-бірімізді көрмедік. Жақсы өмір сүрдің бе? Барон күлді де бетіне үлкейткіш әйнек қойып: сен нағыз ханымға айналдың. Жас ханым Рина, деп жауап берді. Шетте тұрған Рик таңданып қызарып кетті. Ол оны бала кезінде көргенін есіне алды. Ол нағыз сұлу болып өсті. Бірақ қызметші Логанға қараған кезде ол таңғалды. Бағыныштың қолынан шиыршықты алып, бәрінен де бақытты болуы керек. Бұл жігітте не болды? Ирина, маған граф сеніп тапсырған хатты оқып берейін, қымбатты досым, деп сұрады. Лорд Патрик Маклейн жарты сағаттан кейін: сонымен біз осылай үміттенеміз. Еріксіз жағдайларға байланысты мен, Кайрон Вулфс, келісімімді тоқтатуды сұраймын. Бар болғаны, осы кезде кейіпкер жүзіне өте риза болып, ханымға қарап ойланып қалды. Ол бұтаның айналасында ұрып соғып жүрді. Бірақ шын мәнінде бұл кенеттен қызыл шашты баланың басына графтың үстел басында отырып деді: мен Патрик Маклейн аураны қолданушы болады деп ойладым. Бірақ ол 20-шы жыл бойы жоғары дәрежелі рыцарь деңгейінде болды. Шынымды айтсам, оның ұлы және одан да жаманы біз үшін жолақты төмендетіп, олармен бірігуіміз керек. Тарайық. Оның айтқысы келгені осы еді. Кенет барон қатты ашуланған жүзімен Кирилді қатты ұрғаны сонша, ол тіпті жарылып кетті. Сонымен бірге ол айқайлады: келісімді себепсіз бұзып, Дом Вулза бізді қорлауға тырысады. Рина көзіне жас алып: сен не істеп жатырсың, мырза, деп жауап берді. Мен сенің дәл осылай ойлайтыныңды түсіндім. Сондықтан ол кез келген түсініспеушілікті жою үшін маған жеке хабарлама жіберуге рұқсат беруін өтінді. Бала кезімде сенімен бір жыл бірге өмір сүргенім туралы естеліктер әлі күнге дейін жадымда сақталады. Жас Логан мырзамен бірге осы әдемі және тыныш жерде жасалған сәттер менің жас санам құндылық ретінде сақталды. Мен оларды ұмытқым келмейді, бірақ мен өз отбасыммен байланыстымын. Сондықтан оның нұсқауларын орындауға міндеттімін. Мен сенен және жас Логан мырзадан жеке кешірім сұраған дұрыс деп ойладым. Қызметші қыздар бұл шынайы мойындауды естігенде қатты толқып кетті. Олар оның жүрегін сыртқы келбеті сияқты әдемі деп ойлады. Бірақ мұндай қыздардың іздей алатынын білетін бір әйел бар еді. Адамдарды манипуляциялау өте дәмді. Бұл Логанның өгей шешесі Мариана Кирос болатын. Ол сонымен бірге Ронянның биологиялық анасы болған. Ханым өте сенімсіз көзқараспен
Дәл осы себеп, Рина ханым, мен осы болмай қоймайтын жағдайлар туралы естігім келеді. Осы кезде Логан Маржанаға қарап, ойланып қалды. Ол бала асырап алу мәселесіне байланысты мені көптен бері жау санайды. Сондықтан менің ойымша, ол араласпайды. Дегенмен, отбасының абыройы бұл басқа мәселе. Ақ шашты қыз кешірім сұрап, ештеңе айта алмайтынын айтты. Себебі оның себебін өзі білмейді. Өгей шешесі бірден сұрады. Сіз бұл туралы егжей-тегжейлі білмейсіз. Сіздің некеңіз? Рина оған үйленіп, басқа отбасының мүшесі болу тағдыры жазылғанын айтты. Әкесі онымен маңызды шешімдерді талқыламайды. Әйел байсалды жүзімен: демек, сіз оның себебін айтпай-ақ келісімнің тоқтатылғаны туралы сөйлесуге келдіңіз, деп сұрады. Менің ойымша, біз мұны осылай қабылдауымыз керек. Ханым оның тығырыққа тірелгенін түсінді. Сондықтан ол оның орнына Вулздың үйі өтемақы ретінде 3 миллион алтын төлеуге ниетті екенін айтты ма? Маклейн үйінің қаржы менеджері бұл туралы естігенде, оның төбесі толқудан жарылып кете жаздады. Осы кезде Логан қулықпен жымиып ойланып қалды. Тамаша. Енді, егер мен бұл ақшаны қолыма алсам, кенеттен Патрик ашудан әбден есінен танып қалды. Ол күшін босатып, айқайлады. Қалай дәтің барады? Әрбір рыцарь өзіне осындай күшті қысымды сезінді. Рина ханымның жеке күзетшісі алға шығып, оның артынан тұруын өтінді. Содан кейін бұл жас жігіт: мен Рокфан, үйдің рыцарымын, Вулзов, деп айқайлады. Сізге жалбарынып: мырза, өтінемін, сабыр етіңіз. Әңгімені жалғастырайық. Байрон жігітке мұқият қарап: сен мен сияқты жоғары дәрежелі рыцарсың. Сол жастағы әсерлі, менің ойымша, өсіп келе жатқан жұлдыз Дом Вулздың жарақаты Маклейннің қадір қасиетін қорлағаны үшін адал айырбас болады. Жас рыцарь қорқыныштан бірден терлеп, толқудан дірілдеп, біздің үйдің басшысы сені құрметті адам деп атайды. Мырза, ол сондай ақ: жас ханым, мен кіші рыцарды қудаламайтыныңды айтты. Леди Рина бірден әңгімеге араласты. Ол былай деді: біз абыройды ақшаға сатып алуға тырыспаймыз. Өтінемін, оларды үйлеріміздің арасындағы достықты сақтауға деген шынайы талпыныстың белгісі ретінде қабылдаңыз. Жақын арада болатын жағдайларға байланысты қоғамдық сынға ұшырағанына қарамастан, барон оны ақырындап тығырыққа тіреп жатқанын түсінді. Өйткені, егер ол итере берсе, ол намыссыз адамға айналады. Патрик Кайронның мұны екі баласын осында жіберу арқылы жасағанын түсінді. Лорд ашуланғанына қарамастан, ол әлі де тынышталып, қонақ болып қала береді. Тіпті жаман жаңалықтар әкеледі, деді. Маклейн үйі сізге қысым көрсетпейді. Бірақ біз Вулздың ұсыныстарын да қабылдамаймыз. Келісімді бұзу үшін біз тек бір нәрсені сұраймыз. Арина Вулс менің ұлымнан сыпайы түрде кешірім сұрауға жіберілсін. Мен басқа өтемақы алмаймын. Мұны естіген рыцарлар мырзаларынан шабыт алды. Олар ақсүйектер осылай болу керек деп есептеді. Кенет Логан қолын көтеріп: әке, ұнтақтаудың бұзылуына алаңдаған адам ретінде мен бір нәрсе сұрағым келеді. Мені тыңдауға мейірімді бол. Дәл осы сәтте қатты уайымдаған кейіпкер бізге ақша керек деп ойлады. Ол оларға жай ғана кешірім сұрауға рұқсат бермекші. 3 миллиондық ақылсыздық. Бұл біздің үйдің жылдық бюджеті. Оның үстіне бұл соманың жартысы өгей шешемнің отбасынан көмек ретінде түседі. Олар оны беруді тоқтатқаннан кейін біз банкротқа ұшыраймыз. Сонда не болады? Ол не істеп жатқанын түсінбейді. Біз бұл 3 миллионды кез келген жағдайда алуымыз керек. Содан кейін қызыл шашты бала университет үйінің ұсынысын қабылдағысы келетінін айтты. Кенет Патрик одан бетер ашуланып: не? Деп айқайлады. Мені өз сөздерімнен бас тартуға мәжбүрлегің келе ме? Логан, жас қожайын өзіне қатты қысым көрсеткенін сезді. Оның әкесі аурасыз болса да, ол әлі де жоғары дәрежелі рыцарь. Басқалармен салыстырғанда бұл ұсақ түйек екені өкінішті. Егер Лога қазір бәрін шеше алмаса, онда ол ешқашан әрі қарай жүре алмайды. Сол кезде барон ұлына олардың үйі соншалықты кедей емес екенін түсіндіріп, ақша үшін абыройынан бас тартты. Кенеттен оның басындағы кейіпкер осындай жағдайды елестетіп, ол көз жинап: жоқ, дәл солай деп айқайлады. Дәл қазір біз банкке 3 миллион қарыздармыз. Жылдық пайызы 150 мың. Солай емес пе? Кайронның қолдауынсыз біз банкротқа ұшырап, кедейлердің ұлы үйіне айналамыз. Біздің соңымыз бітеді. Мен осылай айтқым келеді. Бірақ бұл ресми кездесу болғандықтан, біз өзімізді ұстауға мәжбүр боламыз. Басқаша әрекет етуге бел буған қызыл шашты бала әкесіне олардың осы 3 миллионды қабылдауының себебі тек құрметке байланысты екенін хабарлады. Барон қызық болды. Сонда ол үшін менің сөздерімнен бас тартқанымды қалайсың ба? Жас қожайын үй иесінен кешірім сұрап, Вулздың үйі олардан асып түсетінін, сонымен қатар граф шығысты басқаратынын және оның күштері осылай орналасқанымен Маклейн үйі оған қызмет етпейтінін байқады. Және ең алдымен қарапайым кешірім сұрау Маклейн үйі осы сәтте Вулзды қуантуға тырысады деген қауесеттің таралуына әкелуі мүмкін. Рина қолын жүрегіне қойып: менің отбасым ақылды. Біз Маклейн үйінің құрметіне үлкен құрметпен қараймыз. Кенет Логан:
сіз келісімді бұзу үшін келдіңіз, бірақ ақылға қонымдылық туралы айта беріңіз, деді. Күлкіге бой алдырмаңыз, ханым. Өткен өмірімде мен Ринаның сөзсіз ажырасудан қатты қиналғанына сендім, бірақ бұл болмай тұрып, мен онымен бір бөлмеде кездестім. Сол кезде ханым, келгеніңіз үшін рахмет. Логан, бүгін біз ажырасамыз, бірақ мен сізбен соңғы естеліктерді қалдырғым келеді. Менің жас қожайын ретіндегі өмірім бұзылып, мен жақсы көретін әйелім үшін бәрін қатерге тігуге бел будым. Қашуды аяқтағаннан кейін маған ең жақсысы болып көрінді. Мен оған осыны ұсынғым келген бойда, кенет әлгі қаншық пышақты суырып алып, маған лақтырып жіберді. Мен оны қылышыммен әрең ұрып үлгердім. Содан кейін Рина өте айлакер жүзімен, Логан, сенің ойыңша сен сияқты, деп айқайлады. Мүмкін менің қаскүнемім шығар. Сенің орныңның қайда екенін түсініп, кетіп қал. Сен баладан жеңіліп қалдың. Саған қылыш не үшін керек? Сен маған мұны өзің жеңілдеттің. Сол үшін рахмет. Осыдан кейін бойжеткен үстіндегі киімін жыртып, көмекке шақыра бастады. Кенет бөлмеге Рокфер кіріп келді. Ирина көзіне жас алып, Логан оны зорламақ болғандай оқиға ойлап тапты. Осылайша, леди Вулс оны ұстап алды. Батыр көптеген теріс қылықтарға кінәлі болды. Ал отбасы енді оған сенбеді. Нәтижесінде Макленс Вулсдан кешірім сұрап, орасан зор өтемақы төлеуге мәжбүр болды. Қулықпен жымиып, кейіпкер ойға шомып кетті. Сенің кесіріңнен мен енді әйелдерге сене алмадым. Қарғыс атқыр қаншық. Ол бұл жолы да ақша тауып, ажырасуды жоспарлады. Енді сенің қолыңнан ештеңе шықпайтыны қандай өкінішті. Жалғасы бар.